Міне қыздар, мен қайта осы жерді көрсетемін. Бірінші біз міне 10 сантиметр бұяқтан 10 сантиметр бұяқтан қалдырып былай сызып алдым. Енді мойнын 8 алдым, былай қарай, былай да 8 сантиметр алып жазып қойдым. Иығымыз біздің 12 сантиметр, міне 12 деп жазып қойдым. Міне 12 мінерге келді. Енді осы жерден біз 18 сантиметр алып, белгілеп алдық. Міне жазып қойдым 18 и сызып аламыз. Міне былай сызып алдым. Бұл жерге көкірегім 46, мен 46-ға 3 қосып 2-ке бөлдім. Міне 46, 46-ға 3-ті қосқанда 49 болды. Мен оны осылай белгілеп алдым. Сөйттім да, мына жерден түзу түсірдім. Міне түзу түсірдім да, мына бұрыштан 3 сантиметр салып, біз мынаны бұлай жұмырлап қосып алдық. Міне проймасы кетті. Енді біз жоғары қарай 10 сантиметр сызып алдым. Мінекей 10. Осы жерден иығымыздың параллельный қылып ұзын жең сызып алдым. Міне көргендеріңіздей өте тамаша шықты. 2 сантиметр қолтық астынан түсіріп, жеңімізді осылай кеңдеу алдық. Бұл жеңнің кеңдігі енді өздеріңізге байланысты ала бересіздер. Бұл жерге біз резинка, анау-мынау тағамыз. Міне көргендеріңіздей енді моделировать ету деген осы 10 сантиметр жоғары көтердім, мынаны былай түсірдім. Енді мынаны осылай қоса саламыз. Ендігі алатынымыз дпсы. Дпсы бізде 42, міне мынау болды. 18 сантиметр салып, бөксесін алдық. Бөксеміз жазып қойдым 52 деп. 52 сантиметрді алып, бөліп, осылай салып аламыз да, линейкаманан барынша ұзындығын сызып аласыздар. Міне тура осылай салдық. Енді бізге кокеткасын саламыз. Кокетканы салу үшін менде көкірегім выточкам 26, арақашықтығы 10. Міне мына жер болып тұр. Крестик қойып қоямын. Осы нені мына жерге алып келеміз біз. Міне осы жерге кеп тұр выточкамыздың несі. Енді осыны біз моделировать ету үшін міне жерден бастап бұлай сызып аламыз. Міне көргендеріңіздей сызып алдым. Мына кокеткам осы жерде қалды. Мына тұста тұр бұлда. Міне қыздар, бар болғаны осы. Алды-арты бірдей осылай пішіп осылай аламыз. Қазір мен қырқып көрсетемін. Міне 1 сантиметр запас аламыз. Көрдіңіз, тура анада летуший мышь сияқты шықты бұлда. Бәк қарайда алып аламыз. Міне запасыман. Бұл енді ұзын, қанша ұзын қыласыз, сонша ұзындығын ала бересіздер. Мен бұлай кесіп ала салайын, экранға онша сыймай жатыр. Міне енді кокеткасын кешеміз. Міне мына выточканың тұсынан алып, мына жерден бір тура ортасынан алдым ғой, осы екеуінің ортасынан сәл жоғарырақ алдым. Енді осыны былай кокетканы кесіп аламыз. Енді мынаны түзу кесеміз. Наяғы енді бізге керек емес. Алдына түйме қадайтын болсаңыздар, бұл жерден 4 сантиметр осылай алып аламыз да. Қыздар, бұл жерде алды артын бірдей алдық біз. Қазір артын пішкен кезде абайлаңыздар, 3 сантиметр қалдырып пішесіздер. Міне кішкентай запас алдым. Мынау бізде бұлай бүйтіп бүктейсіздер. Бұл жерде түйме қадалынатын жері. Міне осылай шықты бізде түйме қадалынатын жеріміз. Сөйтіп, аяғында түзеп кесіп аласыздар. Мынау жағасында соған туралап кесіңіздер, Міне. Өте әдемі болды бұл. Енді жең кесеміз. Жеңді кесуге біз бұлай кесіп аламыз. Мына ойындысын. Мына жоғары жақтағыдан да 1 сантиметр запас қоямыз. Бұяқты бүтін аласыздар сіздер. Міне. Енді осы жеңді біз бұлай қоямыз да, мынаны осы жерге қоямыз. Міне бүйтіп.
Міне көргендеріңіздей үстеп осыны қоясыз да сызып аласыз. Түсінікті болды ғой, иә? Міне жеңді алдық. Сөйтіп мынаны қойып, енді осы жерді кесіп тастаймыз. Міне кесіп алдық. Қазір енді осы жерге қойып көрсетемін. Міне қыздар, қойғанда біздікі былай келіп тұр. Тіккен кезде тура осылай тұрады. Міне мына жер тігіліп кетеді. Енді мына кокеткамыз осы жерге, мынаның бәрі сборкалады. Мына 10 да сборкаланады. Ең бірінші жеңді тігіп аласыздар. Тура осылай қойып, міне былай қойып тігіп оверлоктап аласыздар. Бұл алды арты да бірдей қылып пішесіздер, бірақ арт жағын 8 қылып оймай 3 қылып ойыңыздар. Міне осылай айландырып тіге саласыздар. Бұл өте жеңіл, оңай. Мына 10 қалдырғаным, мынаның бәрі мына жерге былай сборка болады. Міне үстіп сборка істеп аласыздар. Міне осылай сборка болған кезде мынау осы жерге әдеме болып келіп тұрады, мынандай болып. Міне көргендеріңіздей мынаның бәрі осы жерге сборка болып кетеді. Видеода көрсеткенде бұл жерде жағасы шалевый воротник екен. Біз бұл шалевый воротникті бұлай қойып, әзір бұнда пішіп көрсетемін. Мінекей қыздар, шалевый воротнигімізді пішіп алдық. Өздеріңізге ұнағанынша істейсіздер. Мынаны до конца қоймай, сәл жоғарлау қойып, осылай тігіп шығасыздар. Мына жағы міне бұлай тұрып, мына артының желкесіне тігілетін жағасы. Міне көргендеріңіздей өте әдеме болып шығады воротнигіміз. Міне қыздар, шалевый воротник тура осылай пішіп аласыздар. Мына жерде бір-біріне айқасатын жері. Міне бірінші жеңіп тігіп алған кезде осындай думалақ болып тұрады. Бұл міне осылай. Бұның бәрін жиып, сборкалап, мына кокеткаға туралайсыз. Мына бұрыштау болып тұрған жерді қыздар, бұл жерді сәл бүйтіп алып тастай салыңыздар. Сонда өте думалақ болып, сәнді болып тұрады. Ешқандай несі жоқ, суреттегідей.